Міне қыздар бірінші бөлімде екі қолын және екі аяғын тоқыдық. Енді Хаги Вагидің денесін тоқимыз. Мына денесін тоқимыз. Ең алдымен осылай екі аяғымызды қосамыз. Міне екі аяғымыз тоқып болғаннан кейін бір аяғының рабочий жібін қимаймыз осылай. Міне бір-біріне қосамыз қазір. Мына екі саусағы осылай ішіне қарап тұру керек. Екі аяғы осылай былайынан емес, былайынан тұру керек. Осылай. Міне екінші аяғымыздың тура ортасындағы петлясынан осылай қосып аламыз бір-біріне. Крючогымызды осылай ортасына салып, міне крючогымызды ортасына салып, осылай қосып аламыз бірінші. Келесі петляға столбик с накидом тоқимыз. Аяқ қолдарын қалай тоқыған болсақ, тура осылай айналдырып тоқып кетеміз. Осылай міне 24 столбик с накидом тоқып шығамыз. Мына бірінші аяғында 12 столбик с накидом, екінші аяғында 12 столбик с накидом. Осы екеуін қосып, мінекей 24 столбик с накидом айналдырып тоқимыз. Қазір мен сіздерге көрсетейін бір қатарын. Бірінші столбик с накидом. Міне осылай қолдарыңызбен ашып қарап отырсаңыздар, әр петлялар көрініп тұрады осылай. Міне екінші, мына петля, мына үшінші. Осылай жалғастырып тоқып кете бересіздер. Екінші столбик. Үшінші столбик. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. 21. 22. 23. 24. Міне біздің қатарымыз аяқталды. Енді добавка жасаймыз. Мына жерден қатарынан 3 петляға добавка жасаймыз. Міне 1, 2, 3. Қазір мен мына жерге маркер алып қояйын. Бірінші петлямызға добавка. 1, 2. Екінші петляға добавка жасаймыз. 1, 2. Үшінші петляға добавка жасаймыз. Міне 1, 2. Міне қатарынан 3 петляға добавка жасадық. Енді осыны айналдырып, мына жерге алдына келгенде осылай тоже мына жерден 3 қатарынан добавка жасаймыз. Тура ортасына келдік. Міне енді осы жерге қатарынан 3 петляға добавка жасаймыз.
Bir, екі, bir, екі. Келесі үшінші петляңызға добавка жасаймыз. Bir, екі. Осылай екі аяғы қосылады. Енді ары қарай тоқып кете береміз жоғарыға қарай. Тағы бір қатар айналдырып, мына жерге келгенде ортасына тағы да 3 петляға добавка жасаймыз. Қазір көрсетейін сізге тағы да. Міне тура ортасына келдік. Тағы да қатарынан 3 петляға добавка жасаймыз. Міне бірінші петля, екінші, үшінші петля добавка жасаймыз осыларға. Бірінші петля, добавка. Екінші петляға добавка жасаймыз. Міне бірінші столбик, екінші столбик. Үшінші петляға добавка. Бірінші столбик, екінші столбик. Ары қарай айналдырып тоқып, міне мына ортасына келгенде тағы добавка жасаймыз 3 петляға. Міне мына петлялардың орны көрініп тұр ма сіздерге? Міне осылай көрініп тұру керек. Тағы да ортасына келдік. Тағы осы жерден 3 петляға добавка жасаймыз қатарынан. Бірінші петляға добавка. Енді екінші петляға добавка жасаймыз. Енді үшінші петляға добавка жасаймыз. Екі қатар добавка жасадық. Міне бірінші қатарда добавка, екінші қатарда добавка. Бізде 36 петля шығу керек мына жерде айналдырып. Енді келесі қатар тағы айналдырып тоқимыз. Үшінші қатарға және добавка жасаймыз.
қатарынан 3 петляға айналдырып әкеп, ортасына тағы 3 петля добавка жасаймыз. Сосын ары қарай жоғары қарай тоқып кетеміз, ешқандай добавкасыз. Қараңыздар. Біз қазір екінші қатар тоқып жатырмыз. Ешқандай добавка жасамай тоқимыз. Тек 3 петляға добавка жасаймыз. Міне енді тағы да қатарынан 3 петляға добавка жасаймыз. Бірінші петляға добавка, екінші петляға добавка, және үшінші петляға. Міне бізде үшінші петля. Міне бізде үшінші петля. Міне осы жерге соңғы добавканы жасаймыз. 1, 2. Міне ортасына келдік. Және 3 қатар добавка жасаймыз 3 петляға. Бірінші петля, екінші петля, добавка. Үшінші петля, добавка. Осылай шықты бізде мінекей. Енді ешқандай добавкасыз жоғары қарай көтеріп тоқып кете береміз. Не қараңыздар, добавканы қалай жасау керек екенін түсінбей жатсаңыздар, сіз көрсетейін сіздерге. Мынау екі аяғы хаги-вагидің. Осылай, мына қатарын жай ғана екі аяғын қосып тоқып шығамыз. Бірінші қатарын осылай. Бірінші қатарын жай осылай айналдыра тоқып шығамыз. 24 столбик болады. Келесі қатарынан добавка жасаймыз, екінші қатарынан. Міне біздің бірінші қатарымыз. Екінші қатарынан добавка жасаймыз. Добавканы міне мына жердегі бір торгөзді бір петля деп алсақ, міне бірінші петля, екінші петля, үшінші петля.
осы 3 петляға добавка жасаймыз. Мына жер алдынан және арқасынан. Бір петляға 2 столбик тоқимыз. Осылай 2 столбиктан алдына және арқасына 6 столбик болады. Сонда бізде жалпы 30 столбик тоқылады. Келесі қатарға және добавка жасаймыз. Мынау екінші қатар, үшінші қатар. Осы міне добавка жасаған петлялардың үстіне және добавка жасаймыз 3 қатарынан. 3 петляға осылай добавка жасаймыз және 2 столбиктан добавка. Алдына және арқасына 36 столбик болады. Төртінші қатарға және добавка жасаймыз осылай 3 петляға. Осылай 3 петляға добавка жасаймыз. Мына добавка жасағанның үстіне добавка жасаймыз осылай үстіне. Мына екі жамбасына емес, осылай ортасына. Жалпы 42 столбик шығу керек. Осылай алдына және арқасына добавка жасап шығамыз. Міне ортасынан 3 петлядан добавка жасаймыз. Міне арқасына және осылай болып шығады. Осылай добавка жасап болғаннан кейін жоғарға қарай ешқандай добавкасыз 8 сантиметр тоқимыз. 8 сантиметр. Ешқандай добавкасыз айналдырып 42 столбикті тоқып шығамыз. Қолына дейін. Мына столбиктің екі аяғының қосылған жері міне осы жерден мына жеріне дейін, қолына дейін. Осылай 8 сантиметр тоқып шығамыз. Осылай 8 сантиметр тоқып шығамыз. Кейін екі қолын қосамыз. Осылай. Мен уже добавкаларын жасап болдым. Мінекей. Енді айналдыра тоқып шығамын. Қазір менде уже 6 сантиметр болыпты. Мінекей. Мен екі аяғым қосылған жер 6 сантиметр. Енді мен 2 сантиметр тоқимын. Осылай әр петляға ешқандай добавкасыз 1 столбиктан тоқып шығамыз. Міне қараңыздар, 8 сантиметр тоқып болдым. Енді қолдарын қосамыз бір-біріне. Міне 8 сантиметр. Қолдарын мына саусақтары өзімізге қарап тұру керек. Міне осылай. Осылайынан тұру керек. Біреу былай болып қалмасын. Осылайынан. Міне дұрыстап алып. Қатарынан 4 петля тоқимыз. Столбик без накида. Қараңыздар. Бірінші столбик. Қолын дұрыстап алайық. Қолына осылай крючогымызды ортасына өткізіп, бірінші столбик, келесі екі,
3 4 міне осылай қолы қосылады. Енді ары қарай осылай денесін тоқимыз. Столбик с накидом тоқимыз енді денесін. Осылай мінекей. Тура ортасына барғанша, мінекей қараңыздар. Осылай тура ортасына барғанда екінші қолын қосамыз. Мына жақтан 2 петля қалу керек, артынан 2 петля. Осылай 4 петляға қолын қосамыз. Міне ортасына келдік. Міне алдыңғы қатарынан 2 петля, артқы қатарынан 2 петля. Осылай екінші қолын қосамыз. Міне саусағы осылай ішке қарап тұру керек. Қатарынан 4 петля тоқимыз. Осылай саусақтарын қарап алыңыздар, тексеріп. Міне. Біреу ішке, біреу сыртқа қарап қалмасын. Бірінші петляға мінекей қараңыздар, қолының бірінші петлясына саламыз осылай. Крючогымызды ортасына салып, жібімізді, рабочий жібімізді осылай крючогымыздың астынан өткізіп тартып шығарамыз. Бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик, төртінші столбик. Ары қарай столбик с накидом тоқимыз. Міне осылай айналдырып. Міне қолы осылай болып шығады. Енді айналдыра тоқып шығамыз осыны. Міне қараңыздар, қолына келдік. Бұл жерін қалай тоқимыз? Міне мынау біздің қолын қосқан жері жаңағы. Енді осылай айналдыра қолын тоқимыз. Екінші қолына келдік. Екінші қолында тура солай бірінші қол сияқты тоқимыз айналдыра.
мына бірінші қолын қосқан жерден бастап қатарымыз осылай аяқталады. Мінекей, қараңыздар. Бізде осылай болып шығады. Бізде енді жоғарыға қарай 13 сантиметр тоқу керек. Міне қазір бізде 10 сантиметр болды. Енді бір қатар және айналдырып тоқып шығамыз осылай. Кейінгі қатардан убавка жасаймыз, қысқартамыз яғни. Міне қараңыздар. Мына қатар аяқталған жерден маркер қойып қояйық. Шатасып кетпес үшін. Осылай маркер қоямыз. Енді тағы бір қатар тоқып шығамыз айналдыра. Ешқандай убавкасыз, ешқандай добавкасыз. Міне қыздар, бізде қатар аяқталды. Енді қатарынан 5 рет қысқартамыз. Яғни 10 петлямыз қысқарады бізде. Міне тура осылай ортасынан санаймыз. Мен мына жерден арқасынан 5 петля, алдынан 5 петля қысқарады. Міне біздің бірінші петлямыз. Арқасындағы 1, 2, 3, 4, 5. Міне осы жерінен қысқарады. Алдынан 5. Міне осы жерге дейін қазір мен 1, 2, 3, 4, 5 столбик тоқуым керек. 5 столбик тоқып болғаннан кейін қысқартамыз. Bir, iki, üç, төрт, бес. Енді қысқартамыз. Міне. Екі, міне көріп тұрсыздар ма? Екі петляны қысқартамыз. Мына бірінші петляның алдыңғы қабырғасынан, екінші петляның артқы қабырғасынан алып, осылай қысқартамыз. Бір столбик тоқимыз. Келесі бірінші қысқартуымыз кетті. Екінші қысқарту міне осылай, тура осылай. Бірінші петляның алдыңғы қабырғасынан, екінші петляның артқы қабырғасынан алып, осылай. Екінші қысқартуымыз осылай 5 рет қысқартамыз. Міне бізде үшінші қысқарту. Келесі. Төртінші. Келесі бесінші қысқартуымыз. Енді екінші қолына дейін тура осылай тоқып шығамыз, қысқартпай ешқандай. Міне, қысқартусыз. Екінші қолына келгенде де тура осылай міне 5 рет қысқартамыз. Міне, арқасынан 5 петля, алдынан 5 петля. Тура жаңағыдай алдыңғы петляның, бірінші петляның алдыңғы қабырғасынан, екіншісінің артқы қабырғасынан осылай алып қысқартамыз.
1, 2, 3, 4, 5. міне осылай ары қарай қатар аяқталғанша тоқимыз. міне біздің қатар аяқталды. міне келесі қатардан және қысқарту жасаймыз. Қатарынан 5 рет қысқартамыз және. міне тура осылай ортасын анықтап аламыз. Арқасынан 5 петля, алдынан 5 петля және қысқартамыз. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Енді осылай алдын тоқимыз. Екінші қолына дейін. Екінші қолында тура солай қысқартамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ары қарай қатар аяқталғанша тоқимыз. міне біздің қатарымыз аяқталды. Енді ішін синтепонмен толтырамыз. міне осылай болып шығады. Енді қысқартамыз келесі қатардан бастап. Және қатарынан 5 рет қысқартамыз. Біз екі қатар қысқарттық. Міне осылай шатаспас үшін жазып қойсаңыздар болады. Бірінші қатар қысқартылды, екінші қатар қысқартылды. Енді қазір мен үшінші қатарды қысқартамын. Bir, 2, 5. келесі қолына дейін тоқимыз. Міне келесі қолына келдік.
қатарынан 5 рет қысқартамыз. 1 2 3 4 және 5. Міне осылай қатар аяқталғанша тоқимыз енді, ешқандай қысқартусыз. Міне қыздар, қараңыздар, біздің маркеріміз мына жерде қалып кеткен. Әр қатардан қысқартқаннан уже бізде қатарымыздың мінекей аяқталған жері мына қолына келген. Сол үшін біз мінекей тағы қысқартамыз осы жерден. Осы жерден тоқтап, мінекей мына до конца маркерге дейін тоқымай, қайтадан 5 қатар қысқартамыз. Қатарынан 5 рет. Міне 1 2 3 4 5. Тағы бір столбик тоқиын, сосын қысқартамын. Міне бір столбик, енді қысқартамыз. Мына маркерімізді осылай алып, мына жерден қойып қояйық. Осы жерден бастап қысқартамыз. Міне бір, үшінші қатарды қысқарттым, енді төртінші қатарды қысқартамын. Қазір 1 2 3 4 5. Келесі қолына дейін қысқартпай тоқимыз. Осылай. Және 5 столбик қысқартамыз. 1 2 3 4 5. Мына жерден бастап қысқартамыз. 1 2 3 4 5. Міне қатар аяқталғанша тоқимыз. Міне қатарымыз аяқталды. Қараңыздар, осылай болып шығады. Міне енді бізде мына мойны. Бізде неше петля қалды, соны санайық. 1 2 3 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 петля қалу керек. Қараңыздар. Енді ары қарай басын тоқимыз.